Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмді салат әзірлеймін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қайнатылған сәбізімізді 4 бұрыштетіп тураймын. Достар, біздің салатқа қажетті заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Қайнатылған картопты тураймын. Қиярды тураймыз 4 бұрыштетіп. Достар, видео қарап отырып, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк бассаңыздар болады. Комментарийға өздеріңіз қандай тамақтарды жақсы көретіндеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Қайнатылған жұмыртқамызды тураймыз. Менде бренза 100 грамм, соның 50 граммын салаттың ішіне қосамын. 50 грамм салатты безендіруге қолдандым. Қайнатылған филені турайдым. Салаттың үстіне жүгерімізді салып, 3 қасық майонез саламыз. Жақсылап салатымызды араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Енді тарелкаға саламыз. Салатты тау пішінді биік етіп саламыз, формаға келтіріп. Мен салатты безендіруге укропты қолдандым. Мінекей салатымыз дайын болайын деді. Ең жоғарысына қызанақты жұлдыз пішінде етіп кесіп қойдым. Қалған қызанақтарды жан жағына қойып шығамыз салаттың. Елу грамм брензаны салаттың үстіне теркадан өткізіп себетін боламыз. Бұл бізде ақ опаның бейнесін береді. Достар, мінекей біздің салатымыз дайын болды. Үйде дайындап көрсеңіздер болады. Ас болсын.